Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін алақай күз келді тақырыбында дидактикалық ойындар ойнаймыз. Бірінші ойын күзге қатысты суреттерді белгіле. Қанеке балалар, мына жердегі суреттерге назар аударайық. Бірінші тұрған шылық. Біз оны күзде киеміз бе? Иә, киеміз. Екінші тұрған бұл қолшатыр. Біз оны күзде пайдаланамыз ба? Дұрыс, қолшатырды күзде пайдаланамыз. Келесі үрмелі шеңбер. Біз оны күзде пайдаланамыз ба? Жоқ, біз оны жазда пайдаланамыз. Келесі сары жапырақ. Балалар, күзде жапырақтар сары болады ма? Иә, жапырақтар сары болады. Келесі суретте раушан гүлі. Балалар, күз мезгілінде гүлдер шығады ма? Жоқ, күз мезгілінде гүлдер шықпайды. Келесі бізде жемпір. Балалар, біздер күзде қалың жемпір киеміз бе? Иә, киеміз. Қанеке балалар, тағы күз мезгіліне қатысты заттарды іздеп көрейік. Су етігі. Балалар, күзде біз су етігін киеміз бе? Иә, киеміз. Балалар, біз күзде күнге арналған көзілдірік киеміз бе? Жоқ, мұндай көзілдірікті жаз мезгілінде киеміз. Балалар, теңізге арналған киімді күз мезгілінде киеміз бе? Жоқ, оны жаз мезгілінде киеміз. Жарайсыңдар балалар, осымен бірінші ойынымыз аяқталды. Екінші ойын жапырақтарды сана. Балалар, мына суретке назар аударыңыздар. Бірінші тұрған жапырақты санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сонымен қызғылт түсті жапырақ жетеу екен. Енді балалар, жасыл түсті жапырақтарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар, жасыл түсті жапырақ 8 екен. Енді сары түсті жапырақтарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Өте жақсы, сары түсті жапырақтарда 8 екен. Үшінші ойын көлеңкесін тап. Балақайлар, мына заттардың көлеңкелерін табайық. Бірінші тұрған тиынның көлеңкесін тап. Дұрыс, тиынды көлеңкесіне апарып қоямыз. Екінші, кәрзеңкедегі саңырауқұлақтардың көлеңкесін тапшы. Ендеше кәрзеңкені орнына апарып қояйық. Ал енді қолшатырдың көлеңкесін тауып көр. Таптың ба? Жарайсың, қолшатырды көлеңкесіне апарып қояйық. Енді түлкінің көлеңкесін табайық. Өте жақсы, түлкіні көлеңкесіне апарып қоямыз. Ал енді жемпірдің көлеңкесін табайық. Таптыңыздар ма? Жарайсыңдар, жемпірді көлеңкесіне апарып қоямыз. Төртінші ойын жемістер мен көкөністер. Балалар, қараңыздаршы, мына жерде жемістер мен көкөністер берілген. Осыларды екі бағанға бөліп көрсететін боламыз. Бірінші тұрған сәбіз. Балалар, сәбіз көкөністерге жата ма, әлде жемістерге жата ма? Дұрыс, көкөністерге жатады. Келесі тұрған шабдалы. Балалар, шабдалы көкөністер жата ма, әлде жемістерге жата ма? Дұрыс, жемістерге жатады. Келесі банан. Балақайлар, банан көкөніс пе, әлде жеміс пе? Дұрыс, банан жеміске жатады. Ал енді апельсин.
Балалар, апельсин көкөніске жата ма, жемістерге жата ма? Дұрыс, апельсин жеміс болып табылады. Келесі пияз. Балалар, пияз көкөністер тобына жатады ма, әлде жемістер тобына жатады ма? Дұрыс, пияз көкөністерге жатады. Келесі алма. Балақайлар, алма көкөніс пе, әлде жеміс пе? Алма жеміс, дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар, қырыққабатты айтайық. Қырыққабат көкөніс пе, әлде жеміс пе? Дұрыс, қырыққабат көкөністер тобына жатады. Ең соңғы қалған бізде картоп. Балақайлар, картоп көкөніске жата ма, әлде жеміске жата ма? Дұрыс, картоп бұл бізде көкөніс. Өте жарайсыңдар, балалар. Сіздер бүгінгі ойынды өте жақсы ойнадыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.